сертке байлаған ерлерден жеткен мекенсің. Қолдағы іске ой жетпей, дариғай дәурен өтерсің. Қолдағы іске ой жетпей, өкінсең ерлер бекерсің. Тұлпараттың тұяғы тасқа тиіп кетілер, төрт аяғы сау болса, сазды басса жетілер. Қыран құстың қияғы қанға түсіп секінер, жез тырнағы сау болса, бір түлесе жетілер. Азамат ердің баласы ту көтерсе сайланар, қан жарлығы түскенде бес қаруын байланар. Ұл өсірген атаның көңілі сонда жайланар. Алқалап келдің әлеумет, жырау деп елге аты бар. Күтімсіз тұрған күмістің адам көрмес даты бар. Кеулім сандық көпшілік, ғалымның жазған хаты бар. Текшелеп жиған сөздерім, зат емес жұртқа сатылар. Сөз тауарын түсінер, бекзада ерлер заты бар. Бір ауыз ердің сөзінде мың кісінің ақы бар. Жыраудың сөзі насихат, кешегі менен бүгінге, перделеп айтқан сөзімнің қорабасы түбінде. Қаз орнына қарқадай, біздер жеттік бүгінде. Сұлулы жерде сүйрік бар, бәйгелі жерде жүйрік бар. Алқалап келген әлеумет, жырау жоқ деп түңілме. Бұрындары үлкен кісілер айтатын еді, қазақтың болашағы бұлыңғыр деп. Міне, осындай жалынды жастарды көрген кезде қазақтың болашағы жарқын деп білеміз. Көк шерген Абылай кластасын деп қойыпты. Қақтай келген жігіт құсап тілек айтқан кезде баршамыз таңырқадық. Абылай үйленсе тойын басқаратын жігіт дайын екен ғой, Құдай қаласа. Енді қазақ айтады, болатын баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Болатын жігітті Алла тілінің тілінен, көзінің көзінен сақтасын деген ниетті айтамын. Қазақ баласына бата берген кезде жеті түрлі ілім біл, жеті жұрттың тілін біл деп жатады. Дәл сол жеті жұрттың ілімін игерген, жеті жұрттың тілін біліп, әлемді аузына қаратқан қазақтан шыққан алпауыт болсын деген ниетті бізде шын жүректен жолдадық.